Мемлекеттік жастар саясаты мектебі. Жастар қызметкерлерінің біліктілігін қалай көтеру керек? Жастар ресурстық орталықтарының тиімділігін қалай арттыруға болады? Жастар ғылыми зерттеу орталығында құрылған мемлекеттік жастар саясаты мектебі жастармен тікелей жұмыс істейтін мамандардың біліктілігін арттыруға бағытталған арнайы білім беру бағдарламасын жүзеге асырады. Мектептің бағдарламасы мынадай бағыттарды қамтиды: мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау, НИИТ санатындағы жастармен жұмыс, жастар ресурстық орталығының жұмыс істеуі, жастар белгісі жастар орталықтарының сапа белгісі. Мектеп бағдарламасы бейресми білім беру қағидаттарына сәйкес құрылып, тұлғалық және кәсіби даму үшін әртүрлі жұмыс формасы мен әдістерін, сонымен қатар қатысушылардың практикалық тәжірибесін іске асыру мүмкіндігін біріктіреді. Оқыту процесін жастар ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлері және жастармен жұмыс жөніндегі ұлттық тренерлер пулының мүшелері болып табылатын жаттықтырушылар ұйымдастырады. Сондай-ақ қоғамдық саяси мәселелер мен жастардың дамуы бойынша әртүрлі сарапшылар мен пікір жетекшілері шақырылады. Егер сіз жастар ресурстық орталығының немесе жастармен жұмыс істейтін ұйымның қызметкері немесе маманы болсаңыз, сізде мемлекеттік жастар саясаты мектебінің іс-шараларына қатысып, біліміңіз бен дағдыларыңызды жетілдіруге мүмкіндік бар. Курс аяқталғаннан кейін қатысушыларға растау сертификаты беріледі. Толық ақпарат алу үшін www.eljastары.kz веб-сайтынан және Айқұлақ ел жастары Instagram аккаунтынан жаңалықтарды қарай жүріңіз. Мемлекеттік жастар саясаты мектебі. Жастарға көмек, болашаққа инвестиция.